Сәлем достар, біз бүгін сіздермен the артиклін қолдану ережесін үйренетін боламыз. Бірінші, екінші рет зат есімді айтқан кезде қайталағанда this is a cat, яғни ол зат есім cat. The cat is yellow. Бұл мысық, ал мысық сары түсті. Бұл жерде the артиклі оның анықтап тұр. Екінші рет қолданысыменен әрі оны анықтап түртісін айтып тұр. Екінші, бір затты анық көрсетіп айтқан кезде That's a film I told you about. Мен саған айтқан фильм осы еді ғой, саған айтқан фильм қайсы еді? Міне, осы еді. Яғни анық қып айтып көрсетіп тұр. Келесі мысал, Monday is the first day of the week. Дүйсенбі аптаның бірінші күні. Яғни бұл жерде the first бірінші деп анықтап белгілеп тұр. Сонымен қатар, әлемде жалғыз кездесетін заттардың алдында the sun, the moon, the words. Күн, ай және жер. Осы сөздердің алдында кездеседі. Келесі бағыттар the north, the east, the south, the west. Аудармасы белгілі сіздерге. The Atlantic Ocean, the North Sea, the Alps. Осы теңіз мұхиттардың және таудың алдында міндетті түрде the артикль қолданады. The United States of America. Америка құрама штаттарының алдында және the Russian Federation. Осы сөздің алдында міндетті түрде the артикль қолданылады. Сонымен қатар, мына бір сөз тіркестерінің алдында және ортасында кездесе береді. The day after tomorrow, in the morning, on the whole, to play the piano, out of the question. Осы жерлерде де the артиклі қолданады. Есте сақтап алыңыздар.